Армардақты ағайын, Азан радиосының тікелей эфирінде заң мен тәртіп хабары. Бүгін жұмаларыңыз мүбәрәк болсын. Тікелей эфирдегі хабарымыздың тақырыбы интернеттегі радикалды контент, яғни балаларға төнетін қауіп және құқықтық жауапкершілік тақырыбы аясында болады. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Полиция департаментінің экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасының аға жедел уәкілі Қуанышкереев Әуес Қуанышкерейұлы және де Шапағат қоғамдық қорының теолог маманы, облыстық ақпараттық түсіндірме тобының мүшесі Оразғалиев Қуаныш Қайратұлы. Студиямызға қош келдіңіздер. Қайырлы күн, осы эфирге қатысушылар. Азан радиосының эфирінде заң мен тәртіп әлеуметтік құқықтық бағдарламасы. Біздің бүгінгі тақырыбымызға сай, интернеттегі радикалды контент дегеніміз не, оны қалай ажыратуға болады? Интернеттегі радикал контент дегеніміз бұл зорлық зомбылықты, экстремистік идеологияны, діни немесе өшпенділік насихаттайтын, заңсыз әрекеттерге итермелейтін материалдар болып табылады. Бұндай контент негізі қоғамға алауыз туғызуға және азаматтарға радикалды көзқарастар тартуға бағытталады ғой. Ондай зорлық зомбылықты ақтау деген сияқты жаңа жасөспірімдер қараған кезде адамдарды біз және олар деп бөлу, намаз оқымайтындар кәпірлер деп айтуы, өзге діндермен көзқарастар кемсіту және заңды мойындамауға немесе күмәнді топтарға қосылу сияқты, шақыру сияқты белгілер арқылы ажыратуға да. Жасөспірімдер деп жатырмыз, қандай платформалар арқылы радикалды идеологияның ықпалына жиі түсіп жатыр? Платформа дегенде енді өзіңіз айтып тұрғанда жасөспірімдер радикал идеологияның көбінесе TikTok, жаңағы Instagram, Telegram, YouTube деген сияқты әлеуметтік желілерде осы платформалар, мессенджерлер арқылы көбінесе түседі ғой. Бұндай контент көбіне деген қысқа бейнероликтермен, жабық топтармен немесе арналар арқылы таралып, әлеуметтік желілерде алгоритмге сәйкес бір қарағасын оларға көз алдына қайта не істей береді, түсе береді деп айтуға. Бұндай материалдарды енді олар деген репост арқылы, бір-біріне тарату арқылы сол сияқты көбіне деген қаралым деген көп жинап кетеді да. Облысымызда дексүрт діни ағым өкілдерінің парақшасына тіркеліп, олар біздер енді барлығын тексеріп кибер қадағалау мәселесі бойынша қарап отырмыз. Қызығушылық танытқан жасөспірімдер анықталып жатыр. Олардың ішінде радикалды жаңағы такфир, джихад парақшаларды белгілі болып жатыр. Енді қазіргі уақытта енді өзіміз практика бойынша жұмыс жасап жатқан жасөспірімдер барлығы шығарып жатқан 90% деп айтуға нақты. Қазір әлеуметтік желі бойынша ғой анықталып жатыр. Яғни әлеуметтік желідегі қысқаша бейнероликтердің балаға, жасөспірімдерге зияны да пайдасы да бар дейсіз ғой. Яғни зияны әрине осындай жат ағымдардың жетегінде кетуіне үлесін қосып жатыр. Ал дәстүрлі діни білім мен интернеттегі жалған діни насихатты қалай ажыратуға болады? Сол себептен енді жастарымыз білу керек қой, осыған тоқталайықшы. Ең басты айырмашылық бұл білімнің қайнар көзі мен оның әдістемесінде. Яғни дәстүрлі бағыттағы діни контенттердің қайнар көздері немесе әдістемесі, сонымен қатар медиа платформалары, YouTube желісінде болсын, Instagram парақшаларында болсын, барлығында дерлік елімізде белгілі танымал Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты уағызшылар, имамдар, ғалымдар деген секілді ұстаздар бар. Сонымен қатар дін танушы, теолог мамандар, дінге жауап беретін барлық мамандар бет бейнесін көрсетіп, ашық түрде дінді насихаттау жұмыстарын жүргізеді. Ал жалған жат діни ағымдар өкілдері, олар өздерінің медиа платформаларында, YouTube парақшаларында бірінші кезекте өз бет бейнелерін көрсетпейді. Мәселе сода. Айырмашылық, ең үлкен айырмашылықтардың бірі осы. Кейін эмоциялық жат діни ағым өкілдерінің уағыздарында әлеуметтік желідегі эмоцияға ерік береді, бір қорқыныш пен үрейге әуестендіретін құмарлыққа ерік береді. Ал жас жеткіншек бірінші кезекте сондай бір өзіне тезірек әсер қылатын қандай да бір уағыздарға құмартады. Сол себептен осы өкінішке орай жат діни ағымның жетегіне жастарымыз кетіп жатқандығы бар. Яғни радикал топтар жастарды осындай әдістер арқылы тарта ма? Олардың әдістері бірнеше көп, яғни бірнеше әдістері бар. Олар өздерінің ұрандары да бар. Мәселен, біз ғана дұрыс жолдамыз, немесе құзырлы органдарға жаңағыдай қарсылық білдіру уағыздары бар, өздерінің мемлекетке қарсылық білдіру, зайырлы қоғам принциптарына қарсылықтары бар. Тек қана біздер мұсылман мемлекеті болуымыз қажет, немесе тек қана шариғи заң ғана жүру керек деген секілді өздерінің ұрандары бар. Әрине. Сол арқылы олар ерекшеленеді, және де осы ұрандарды айту арқылы жастарды өздерінің торларына түсіруге тырысады. Экстремизмдік сипаттағы материалдарды тарату немесе сақтау үшін қандай құқықтық жауапкершілік қарастырылған? Заң тұрғысынан айтайықшы.
заң тұрғысынан айтқанда ол экстремист дегесін бұл жерде жасөспірім жасаған қылмыс әрекетіне қарай сараланады ғой ең біріншіден. Яғни экстремист қылмыстар және террорист қылмыстар деп екі сатыға бөлеміз. Бұл жерде бұл сатыға қылмыстар Қазақстан Республикасы қылмыс кодексінің 15 бабына сәйкес ауыр санаттағы қылмыс жауапкершілікке тартылу мәселесі дәрежесіне жатқызылған. Сол себепті жасөспірімдер экстремист немесе террорист қылмыстар жасаған сәтте ол жауапкершілікке 14 жастан бастап көзделген. Ал әкімшілік құқық бұзушылық болса, жалпы негіздер бойынша 16 жастан 18 жасқа дейін жалпы негіздер бойынша көрсетілген. 14 жасқа дейінгі балалардың заңды өкілдері әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Олар әкімшілік жауапкершілікке тартылғанмен де бақылау көзден түспейді. Әрі қарай ол бақылауды жүргізіп тартылады, қаралады. Яғни құқық қорғау органдарының бақылауында болады, осындай көзге түскен балалар. Жастар неге интернеттегі діни ақпаратқа тез сеніп қалады? Өйткені ақпаратымыз аз болып жатыр ма, жеткізетін? Қалай болып жатыр? Кез келген адам табиғатынан бірінші ақпаратты қабылдаған кезде оған таныс емес бір бағыттағы ғылым бағыты болсын, кез келген бағытта бірінші ақпарат қабылдаған кезде соған сенеді. Ол адамның бір ғылыми тұрғыда дәлелденген дүние. Қазақта да мақал бар ғой, қыздың бетін кім бірінші жаса сол ыстық болады, келін бетін. Сол секілді ғой, енді дінге кім жас жеткіншекке дінді кім үйретті ең бірінші, сол адамды ол бірден қабыл алады. Ал кейінгі дұрыс бағытты үйретіп жатырған маманды қабылдауы кейде күрделі болады. Өйткені оның идеологиясы санасының улану дәрежесіне байланысты біздер ары қарай соған анализ жасап, ары қарай жұмыс жасаймыз. Сол себепті бірінші кезекте жастар дінді кімнен алды, сол адамға кішкене құмартады, фанатизм болады, соған табынушылық болады деген секілді, соның ғана сөзін сөйлейді, соны тыңдайды. Енді сіз өзіңіз айтып отырсыз, діни білімді дұрыс алмауының кесірінен жат ағымға белең алып жатыр жастар арасында. Ал жалпы діни білімді қайдан және кімнен алған дұрыс? Бұл жерде мына нәрсені бірінші түсінуіміз керек. Біз ата-аналарға, теолог мамандар ата-аналар жиналысында, мектептерге барған кезде, арнайы орта білім колледждеріне барған кезде біз айтып жатамыз. Мысалы, ата-аналар жиналысында ата-аналарға мына бір нәрсені айтып кетеміз. Сіз ата-ана мүмкін зайырлы қоғам принципі бар бізде. Мемлекетіміз конституциясында, ата заңымыздың бірінші конституциясында әркім өзі қандай нәсілде болсын, қай дінді ұстанады, қай тілде сөйлейді, ол өзінің еркінде. Енді осы жерде ата-ана мүмкін дінге алшақтау, дінге бейімді емес адам болуы мүмкін, зайырлы қоғам принципіне сәйкес келеді. Енді бірақ ол сіздің балаңыздың болашақта дінге, ол да сіз секілді, яғни дінге көп хабар жоқ екендігіне кепіл бермейді. Яғни ол сізден тыс кеткен кезде, колледжге, басқа оқу орнына түскен кезде, басқа қала кеткен кезде ол дінге бейінді болуы мүмкін. Сол жағдайдың алдын алу мақсатында қазірден бастап ата-ана өзінің баласына діни ақпаратты беру керек. Яғни діни ақпарат бірінші кезекте отбасынан басталады. Кез келген бала бірінші кезекте ата-анасын тыңдайды. Кейін мұғалімдерді, кейін арнайы мамандарды. Енді біздер егер де осындай ақпарат түсіндірме жұмыстарын жүргізу кезінде, егер біз баланың діни сұрақтар бар екен, діни сұрақтарға қызығатынын көрсек, бақыласақ, анықтасақ, біз міндетті түрде бірінші кезекте ақпаратты береміз. Бірақ та енді бізде мамандар саны мен қазіргі жасөспірімдердің санына салыстырып қарайтын болсақ, әрине физикалық тұрғыдан үлгермей жатамыз. Сол себепті біздер қазіргі жергілікті атқару жүйелерінде біздер қазір медиа платформалар, тіпті керек болса App Store қосымшасынан біздер сура бағдарламасын жасап шығардық, ақпарат талдау орталығы жасап шығарды. Сол жерде өздерінің анонимді жеке сұрақтарын қойса болады. Онда нағыз дінге қатысты мамандар отырады және олар 27 сұрақтарына жауап береді. Яғни өзінің мазалаған сұрақтарын осы платформа арқылы сұрауына болады. Ол қанша уақытта дайын болды? Қашаннан бері жұмыс жасап жатыр? Бұл 2 жылдың көлемінде, сура парақшасы шыққаны 2 жылдың көлемінде 2 жылға жуық дайын болды. Оған дейінде біздің орталыққа келіп, жасөспірімдер ата-анасы арқылы келіп, өздерінің сұрақтарын қойып жатады. Немесе біздер мектептерге, колледждерге, университеттерге барған кезде, теолог мамандар ақпарат түсіндірме жұмыстарын жүргізген кезде өздері келеді, немесе ортаға шығып, көпшіліктің көзінше қояды, немесе анонимно келіп өздерінің сұрақтарын қойып жатады. Нәтижесі қандай? Нәтижесі бар, әрине, біз нәтижесі бар, бірнеше кейстарымыз бар. Біз мәселен бір арнайы орта колледждің бір студенті, бірінші курсының студенті
сол маған жеке келіп өзінің инстаграм парақшасын көрсетті. Ал инстаграм парақшасында ол студенттің жат діни ағым уағызшыларының видеолары толып тұр екен. Енді бізде әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 490 бабы бар. 490 бапқа бұл тікелей заң бұзушылық болып табылады. Алайда бізде 490 бабы административка әкімшілік хаттама толтырмастың алдын біздер ескерту жұмыстарын жасаймыз. Сол ескерту жұмыстарының нәтижесінде бірден сол жерде студент өзінің кінәсін мойындап, толық түсініп, ақпаратты қабыл алып, оң жағынан бірден сол жерде видео материалдарды кетірді. Біз солай студенттің алдағы уақытта жат діни ағымның жетегіне кетуден алшақтап алып қалдық. Және де бұндай кейстер бірнеше, айта берсек, әрбір теологтың ақпарат түсіндіру жұмыстарына шығып жүрген теолог мамандардың басынан бұндай практикалар өтіп жатыр. Қандай керемет, жастардың дұрыс жолға өтуіне жол сілтеп жатырсыздар. Кәмелетке толмағандар құқық бұзушылық жасаған жағдайда қандай шаралар қолданылады? Жаңа өзім жоғарыда айтып кеткендей, ол жерде деген экстремистік және террористік қылмыстар деп екі сатыға бөлеміз ғой. Енді көбінесе бізге кездесетін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 174 бабы көзделген жаңағы әлеуметтік ұлттық рулық нәсілдік тептік топтық немесе діни алауыз қоздыру фактісі бойынша мысал ретінде 2 жылдан 7 жылға дейін бас мерзімді шектеуге немесе бас бостандығынан айыру жазасы көзделген, және де оған қосып айыппұл шарасы да көзделген. Бұдан басқа енді 256 бап бар қылмыс кодексінің. Ол терроризмді насихаттау немесе терроризм актісін жасауға жария түрде шақыру, сол сияқты көрсетілген мазмұндағы материалдарды тарату, бөлісу деген сияқты сақтау өзіне бірге. Бұндай бұл бап ол жерде жоғары ауыр санаттағы деп есептейміз. Мүлкі тәркіленеді, онда жауапкершілікке тартылған жағдайда 5 жылдан 7 жылға дейінге бас мерзімді айыру жазасы көзделген тек қана. Бұдан басқа енді қылмыс кодексінің 405 бабы бар. Күнделікті енді өзіміз жұмыс атқарып отырған қоғамдық немесе діни бірлестікке немесе өзге де ұйымға қатысты олардың экстремизм деп, терроризм деп жүзеге асыратын қызметтік нелер болады ғой, топтар қатысу дерегі бойынша сотпен уже экстремист деп танылғасын заңға қайшы болып табылады. Енді ол жерде айыппұл салуға жаңағы 2 жыл мерзімге деген тек шектеуге көрсетілген түзеу жұмыстарына деген сияқты жаза қарастырылған сотпен. Ол сот шешімін өзі қабылдайды. Яғни қандай да бір істі жасамас бұрын артында оның жауапкершілігі бар екенін түсіну керек. Негізі көбінесе жасөспірімдерде кездескен кезде жаңа осы әріптесіміз айтып отырғандай, ең бірінші оны деген жаңа әлеуметтік желісі бойынша бірінші зерделенеді ғой. Зерделенген кезде өзіміз түсіндірме жұмыстар береміз. Предостережение деген сияқты, ескерту деген сияқты. Енді ол ары қарай түсінбей, ол деген ары қарай жалғастыратын болса, әрине ол деген енді қадағалаушы прокурормен сонымен келісім арқылы қылмыс іс қозғалады. Соған сәйкесінше. Егер де бірінші рет білмей қалған жағдайда өздеріңіз айтқандай білмей қалғанда ескерту беріледі, ары қарай егер де сол жолдан таймаса, әрине қылмыстық бірден сразу іс қозғалмаймыз, енді ескерту айтамыз ғой басынан. Енді ата-ана болғасын баласының радикалды топқа барып жүр ма, жалпы қай жерде контентті қалай ықпалына түскендігін қалай біле алады ата-аналар? Ата-аналар негізі мінез құлқынан жаңағы өзгерістерін өзгереді бала. Да, әрине. Негізгі белгілері енді отбасынан және достарынан алшақтауы, отбасымен бірге бір үйде жаңа үстелде отырмауы, бірге тамақ ішпеуі деген сияқты. Кейбір тамақтарды қабылдамауға немесе жемеуге алады. Радикал көздермен ұрандарды айтып өткендей. Соларды не істейді, білгі алады. Сондай телевизормен музыка тыңдамау деген сияқты. Сол сияқты көптеген факторлар анықталады ғой. Енді баланың бетін бері қарату үшін немесе сондай жұмыстар атқару үшін біздер имамдарға жүгінеміз, теолог мамандарына жүгінеміз, психолог деген сияқты білікті мамандармен сөйлестіреміз. Негізі ұялы телефон тексеріп тұрған дұрыс болады. Ер баланікі енді әкесі деген сияқты, қыз баланікі анасы деген сияқты. Үнемі бақылауда болған дұрыс дейсіз. Радикалды идеологияның адамның дүниетануы мен отбасына әсері осындай дейсіз ғой? Иә, толықтай келісемін. Қоғамнан оқшауланады. Ең басты ерекшеліктердің бірі басты назарда дабыл қағу керек кез бұл қоғамнан оқшауланған кезде. Мәселен, мектеп жасында бала болса, мектептегі сыныптас қыздармен сөйлеспеу, бір қарсы жыныстағы қыз балалармен сөйлеспеу, немесе достарын алшақтау, тіпті керек болса кейде жұма намазының уақытында мектептен сабақтан қашып кету деген секілді белгілері бар ғой енді өзінің.
сол секілді белгілер бар. Сонымен қатар ата анасымен бірге көп сөйлеспеу, өзінің бөлмеде ғана оқшаулану, тек телефонға ғана кіріп кетіп, әрқашан құлақ қабын киіп алып бір нәрсе тыңдап жүру деген секілді бөтен бір үлкен ер азаматтармен сөйлесіп кетеді. Кейде жас болса да өзінің ортасында кішкене ересек ер азаматтармен сөйлесіп кетеді кейбір балалар. Осы арқылы біз білеміз, және ары қарай анықталған жағдайда, егер бізге мектептегі мұғалімдер немесе ата анасы жүгінген жағдайда, біз міндетті түрде оның алдын алу жұмыстарын жасаймыз. Яғни баланы радикализациядан аман қалдыру, дерадикал, яғни залалсыздандыру жұмыстарын жасаймыз идеологиялық тұрғыдан. Салдары қандай? Тіптен шетел асып кетіп жатқан жасөспірімдер болды ма? Бар ма ондай ақпарат? Енді ол деген қазіргі деген бізде батыс өнер болғасын кішкене радикал нелер болады ғой. Шетелге кетіп қалып жатқандар көп, шетелдік андай күмәнді оқу орындарына кетіп қалғандар деген сияқты, оларды енді елге қайтарушы деген ата-аналармен сөйлесіп барлық деген енді қажетті жұмыстарды атқарып отыр қазіргі уақытта. Қанша статистикамен айтсақ, қанша жастағы балалар көбіне солай кетеді? 7 жастан 15 жас аралығында ғой. Олардың енді ол балалар деген көбінесе өзінің ата-анасын діни неде жүруіне байланысты балаларын сондай оқуға жібереді да, шетелдік, күмәндік. Ата-анасы біліп отыр. Балалардың оқуын. Олар өздері енді шетелге шыққасын енді заңды өкілімен шығарады ғой. Ел аумағына. Қазіргі таңда қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр осындай балаларға? Әріптесімен толықтырып кетсек, яғни ата-анасы жат діни ағым өкілі болып, яғни дінге бейімді азамат тұлға ретінде өзінің балаларына дәл осы сананы, идеологияны насихаттайды. Соның әсерінен мүмкін өзі жас кезінде діни білім алмағанның әсерінен өзінің балаларын шетелге өзі тіпті алып барып, немесе өзі табыстап, басқа бір портфолио дейміз біздер орысша айтқан кезде, жасырын марказ дейді, немесе жаңағыдай сол бір қосымша сабақтарға беріп жатқан әрине деректер кездесті осы біздің облыс аймағында. Тоқтала кете аласыз ба? Бұның салдары енді алдағы уақытта салдар мүмкін, егерде кез келген ол тіпті діни болсын, немесе басқа ғылым саласы болсын, сыртқа кеткен студент бәрібір сол жердің менталитетін, сол жердің табиғатын, тіпті керек болса сол жердің бір тыныс тіршілігін, мәдениетін өзіне бойына сіңіру арқылы бірнеше жыл жүргеннен кейін өзінің еліне алып келеді. Ал осы кезде өзінің менталитетіне ана жақ менталитеті тоғысады, бұл жерде идеологиялық соғыс болуы мүмкін, және де сәйкесінше ол өзінің шәкірттерін үйрету арқылы қоғамға белгілі бір деңгейде зиян тигізу әбден мүмкін. Бұл ең басты салдары. Сол себепті қазіргі таңда арнайы құзырлы органдар арқылы жасөспірімдер егерде сырт жаққа анықталған болса, кеткен анықталған болса, ата-аналар арқылы сөйлесіп мемлекетке, елімізге, өңірімізге қайтадан алдыру, және де Қазақстандағы діни заңды болған діни оқу орындарына бағыт-бағдар береміз. Мәселен, кейбір ата-аналар келіп бізге сұрақ қояды, мен баламды мысалы Түркияға оқытқым келеді дейміз. Сол кезде біздер бірден Түркияға, қазіргі уақытта Түркияға оқудың ешқандай қажеті жоқ. Сол жақтағы бар білім бұл біздің елімізде де бар. Бізде 9 медресе бар. Бұл колледж статусын алған, яғни жоғары білім ғылым министрлігінің сертификатталған 9 медресе бар. Сонымен қатар бұл 9 медреседе қазір тіпті керек болса грант, шәкіртақы тағайындалған. Сонымен қатар жоғары оқу орны бар. Бізде Қазақстандағы Ислам мәдениет университеті, Қазақстан Египет арасындағы мәдениет университет, жалғыз Орта Азиядағы университет. Бұл жақта қазірдің өзінде 3000-нің үстінде студент оқып жатыр. Әл-Фарабидің бойында, кәдімгі Алматының қақ ортасында. Міне осындай керемет бізде мүмкіншіліктер бар. Осы заңды болған сапалы діни оқу орындарда, ең басты дәстүрлі ханафи мазхабын оқытатын діни оқу орындарына біздер міндетті түрде бағыттаймыз. Бағыт-бағдар беру арқылы дұрыс оқу орнында білімін алады. Сонымен қатар осы жерде тағы бір ұқсататын нәрсе, біздің облыстық дін істері басқармасының қазіргі таңда Нұр Мүбарак университетіне жыл сайын қателеспесем 25 гранты бөлініп жатыр. Бұл грант алдағы уақытта өңіріміздегі кадрлардың тапшылығын азайту мақсатында әкімшілік грант жүзеге асырылып жатыр. Сонымен қатар өңірімізде Халид Досмағамбет атындағы гуманитарлық университетте, мемлекеттік университет қателеспесем, сол жақта да біздің дінтану кафедрасы ашылды. Дін бағытында дұрыс ақпарат алам десеңіз, маманның көмегіне жүгінем десеңіз,
Қазақстанда, жалпы Атырауымызда толықтай жағдай жасалып жатыр, иә. Енді жаңа айтып өттіңіз, шетел асқан, білім алам деп, алайда өзінің діни бағыттағы білімінің дұрыс бұрыстығын білмейтін жандардың бар екендігін айттыңыз. Қанша адам келді мемлекетке, өзіміздің Атырауымызға кіргізілді? Жақсы. Мен өзім қоғамдық қордың теолог маман болғандықтан, біз құзырлы органдар емеспіз, сол себепті бізде ресми статистика жоқ, және де оны біз айта алатындай толыққанды құқығым жоқ. Сіз айта аласыз ба? Жоқ, әрине. Бұл жерде енді өзім жұмыс жасап жатқан менде де қазір қолымда ондай статистикалық мәліметтер жоқ. Дегенмен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әрине. Былтырға қарағанда биыл көрсеткіш көп па, әлде аз ба? Біз жылдан жылға жұмыс жасалып жатыр. Кадр мамандар біздің қазір орталықтың өзінде 80-ге жоқ маманымыз бар. Әрбір маман жоқ дегенде 2-3 адамды жыл сайын жаңағыдай жас жеткіншектерді, дінге қызыққан жас жеткіншектерді біздер осы еліміздегі діни оқу орындарына сілтесек, яғни бағыттасақ, бұл статистиканың артқаны жасалатын жұмыстардың. Интернеттен діни ақпарат іздейсің, алайда қандай ақпараттың дұрыс бұрыстығын білмейсің. Бұндай жағдайда не істеу керек, қандай қағидаларға құлақ асқан? Біз нақты инструкция, нақты біздер әдістемелер береміз. Бұл бірінші кезекте біздің қара шаңырақ дейміз, Қазақстан мұсылман діни басқармасының muftiyat.kz сайты бар. Бұл сайтта кез келген сұрағыңызға, кез келген тақырыптағы сұрағыңызға сіздер толыққанды жауап ала аласыздар. Бұл жерде сұрақ, жауап, дәріс, тіпті керек болса зекет қорының калькуляторы бар, жаңағы есептеп беретін арнайы өзінің барлық қамтылған, оның ішінде мақалалар жарияланады. Сол жерден бірінші кезекте. Екінші кезекте YouTube платформалары әрбір облыстық дін істер басқармасына қарасты өздерінің арнайы медиа жобалары бар. Дәл осы Азан KZ секілді басқа өңірлерде өздерінің радио хабарламалар тарататын, немесе осы діни ақпарат тарататын өзінің арнайы медиа платформалары бар. Сол жақтан жүгінген дұрыс. Яғни интернет желісінде қараған кезде интернет желісінен жасөспірім осы ақпараттар алдына шығатын міндетті. Жастардың діни сауаттылығын арттыру үшін қандай жұмыстар жасаған дұрыс деп ойлайсыз? Әлі де қазіргі күні жұмыстар жүргізіліп жатыр, дегенмен әлі де не жетпейді? Ақсаңдап тұрған тұстары бар ма әлі де? Қолымыздағы барлық функцияны жасап жатырмыз деп ойлаймыз. Біздің тараптан қоғамдық қордың, біз Шапат қоғамдық қорының атауының өзінің дистрибьютивті діни ағымдарына жапа шеккендерге көмек көрсету орталығы бізге қандай да бір облыс тұрғындары діни сұрақтармен келетін болса, немесе бір жат діни ағымнан жапа шеккен тұрғын келетін болса, азаматша біз міндетті түрде алдын алу жұмыстарын, ақпарат беру жұмыстарын және де осы идеологиядан қайтару жұмыстарын жасаймыз. Біздің қазір қолымызда барлық функционалдың барлығын орындап жатырмыз деп мен өз басым, өзімнің күнделікті көріп жүрген тәжірибемнен солай санаймын, есептеймін. Енді жаңа айтып өттіңіз, иә, жат діни ағымдан жапа шеккен жастарымызды. Осы бағытта енді жастардың діни сауаттылығын арттыру, оның бетін бері қарату, дұрыс дінге бет бұрғызу барысында көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мысалмен айта аласыз ба? Мәселен, келген жат діннің етегінде кеткен жасөспірімдердің сіздердің жұмыстарыңыздың нәтижесінде, мысалға, осындай баламыз аты жөнін айтпағанмен, осындай жұмыстардың нәтижесінде дейсіз ғой. Мәселен, бір жасөспірім келді дейікші. Біздің алдымызға оған дейін интернет желісінде ол жаңағы ислам шеңберіндегі білімдерді бойына жинап алған. Алайда қандай автор, қандай ол жаңағы шейх дейміз де, қазіргі трендтегі сөздер, осы уағыз-сымақтардың қандай да бір ақпаратын жинап алып бойына келеді. Біздер өз тарапымыздан шариғи пәндерді оқыған теолог мамандар, исламтанушылар дәріс жүргіземіз арнайы түрде. Яғни идеологияны, кез келген идеологияны қайтаратын бұл қарсы иммунитет идеологиясы, яғни ақпараттандыру, дәріс жүргізу. Бұл физикалық дүние емес қой, бұл идеология көзге көрінбейтін, алайда бұл идеология, бұл көзге көрінбейтін, бірақ ең қауіпті құрал ғой әлемдегі. Ең қауіпті құрал. Кез келген саясаттың өзі идеологиядан басталады. Сол секілді біз идеологиямен жұмыс жасаймыз, яғни дәрістер жүргіземіз. Сұрақтарына жауап беру бұл 1 сағаттың көлемінде болатын іс емес. Мүмкін бір жасөспіріммен 3 ай жұмыс жасау мүмкін, мүмкін 6 ай жұмыс жасау мүмкін. Жүйелі түрде дәріс жүргізу, жүйелі бағдарламаны орнатып, сол бағдарлама аясында жұмыс жүргізу нәтижесінде дәстүрлі бағытқа бейімделді, болды, иә? Бейімделді, әрине, ондай өте көп. Көрермендерімізге, радио тыңдармандарымызға, жалпы енді балаларға интернет қауіпсіздігі туралы қандай негізгі кеңес берер едіңіздер? Негізгі кеңес, бірінші кезекте сіз кімді тыңдап отырсыз, соған мән беру қажет. Және де ата-аналарға айтарымыз, егер де сіз балаңызды
егер де сіз балаңыздың интернетке әуес болып немесе мінезін тұйықталған байқасаңыз, бірден ұрсып, жаңағыдай жекіп, немесе телефон тартып алып, одан сайын агрессивін арттырудың қажеті жоқ. Бірінші кезекте, ең бірінші кезекте оған сенім білдіріп, ашық диалогқа түсу керек. Ата-ана баламен, отбасында шаңырақтың аясында. Ашық диалогқа түскеннен кейін бала егер де өзінің ішіндегі сезімін айта алса ата-анасына, сенім пайда болатын болса ата-анасына айтады. Ата-анасы баласының қандай дүниені тұтынып жатқанын анықтағаннан кейін арнайы, біз секілді арнайы атқарушы органдар немесе осындай қоғамдық қорлардың, дін істер басқармасына қарасты қоғамдық қорларға, теолог мамандарға жүгінеді. Ал біздер өз тарапымыздан ол балаға барлығын түсіндіреміз. Яғни бұл сіздің тыңдап жатқан уағызыңыздың дұрыс емес екендігі, міне мынандай уағызшылар бар, осыларды тыңдау керектігіндігі барлығы егжей-тегжейлі дәлелмен бірге түсіндіріледі. Егер ата-анасында білімі болмаса, мамандардан келіп кеңес алу арқылы баласының қандай интернет желісі арқылы тыңдап жүрген дүниесін сұрауына толықтай мүмкіндігі бар. Сол себептен ата-аналар бейжай қарамай баланың әрекетін қадағалау керек әрқашан, және де қандай сайтта, қандай әлеуметтік желіде отырғандығын арнайы мамандар арқылы үнемі қадағалап, сұрап, кеңес алуына мүмкіндіктер бар. Ал тыңдармандарымызға не айтасыздар? Бұл жерде енді біздердегі интернет желісінде жаңағы қазіргі тақырыбымыз интернет желісіндегі ұшырап жатқан діни деструктивті материалдардың жариялану осы жасөспірімдерге қарауға көп себептен. Әрбір интернет желісіндегі бір-біріне репост жасаған публикация, жаңағы бір-біріне тарату бойынша оның бәрі құзырлы органдармен міндетті түрінде бәрі бақылауда отырады. Сол себептен енді ол жерде ата-анасы дейміз, ата-анасы енді қандай бір күмән тудырған жағдайда баласын тексерген жөн болады өздік еркіндігімен. Ата-аналарға айтамыз, тек баланың іс-әрекеті емес, сонымен қатар оның ойы мен сұрағына да мән беруіңіз қажет. Іс-әрекетіне ғана ата-ана жауап беру мен емес қатар, сонымен қатар осы ойы мен сұрағына мән беру қажет. Бала не айтып жатыр? Баланың таңдауы қандай? Баланың ішкі сезімі қандай? Әсіресе жаңағыдай 12 мен 16 жас аралығында балаларды осы тұрғыдан жұмыс жасалу қажет. Бала айналасын, табиғаты, дүниетанымдардың барлығын көріп жатқан кезде, ақ пен қараны, адамдардың неше түрлі мінез құлықтарын ендені зерттеп жатқан кезде, ол міндетті түрде дінмен тоғысады белгілі бір деңгейде. Өйткені ғылыми дәлелденген нәрсе, адам табиғатынан бір нәрсеге сенеді. Бұл тарихтағы нәрсе. Кез келген дәуірдің өзінің сенетін құралды болуы мүмкін, немесе бір найзағайға, отқа сегін секілді. Ал балаларға айтарымыз, жастарға айтарымыз, ақпаратты тексеру, білімді, сенімді ұстаздардан алу өте маңызды. Сенімді ақпараттарға жүгіну және де елге белгілі беделі таныс, жүзі таныс ұстаздардан білімді, уағызды бойларына сіңіргені ең маңызды. Бүгінгі эфирімізге келіп, уақыттарыңызды бөліп, діни бағытта, жалпы осы тақырып аясында толыққанды ақпарат бергендеріңізге үлкен рахмет айтамыз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Осы бағытта біздің жастарымыз білімді болса, жат ағымнан ада болса деген тілегімізді айтамыз. Және осымен хабарымызды аяқтаймыз. Келесі хабарда тілдескенше аман сау болыңыздар. Азан радиосының эфирінде заң мен тәртіп әлеуметтік құқықтық бағдарламасы.